Сәлем достар, біздің гвардейский әскери гарнизонымызда әр жылы балалар мерекесі ерекше аталып өткізіледі. Бұл жылы да бірнеше концерттік бағдарламалар ұйымдастырылған. Ал соның ішіндегі ең ауқымды, ең ірісі ол 21450 әскери бөлімінің ұйымдастырған балаларға арналған концерттік ойын-сауық іс-шарасы еді. Бұл әскери бөлім кез келген мерекені өте жоғары деңгейде ұйымдастырылған түрде өткізеді. Әр бала жарық жұлдыз атты бұл іс-шара да өте ерекше, өте тамаша, позитивке толы болып өтті. Ал бұл жерде 21450 әскери бөлімінің басшысы Нұрлан Талғатұлы Айтжанов кішкентай бүлдіршіндерді келген мерекелерімен құттықтап жатыр. Все должны понимать, сегодня все бесплатно, для детей все бесплатно. Здесь посмотрим. Бұл мерекеге орай әскери бөлім аниматорлар жалдап, бишілерді де жалдаған екен. Біздің жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені. Біздің жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, сегіз қырлы бір сырлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, арландай біздің жігіттер. Мені үлкен кіші алшақын туыс бауыр ағайын, шын көңіліммен мен сіздерге айтамын. Қазіргенің жігіттері болайын, біздің жігіттерге жырдан асфалға тағайын. Таныс әлде бейтаныс па бәрібір, үлкенге де кішіге де сөз құрмет сәлем бір. Өз ана төлін қастер деген ардақтап таныта білген бір сырымен сегіз қыр. Қазағымның жігіттері кейде қарапайым, жігітке тән сән жыр жазайын. Байсалдылық, сабырлық жігітке сән, кейде жібермес намыс бар дос бауыр ағайын. Ей арулар, қадірлі жігіттерді, бұл жігін жалғамақ үміттерді. Мұз болып қалған жүректі жібітеді, жасып қалған көңілді үгітеді. Туған туы жақыннан алыс кетіп, сапқа тұрып сарбаз болып әскер өтіп, борышын өтеп адалдық намысымен, қуаныш пен сағыныштың желі есіп, сабыр сақтап зұлымдыққа мойымай, жармаса да жау жағаға жасымай, отан үшін жаны құрбан жігіттер, жау алдында қабырғасы майыспай. Мені біздің жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, сегіз қырлы бір сырлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені.
Концерттік бағдарлама аяқталғаннан кейін тегін балмұздақ пен шырындарды таратты. Және де әскери бөлімнің атынан балапандар мен олардың ата-аналарына арнап әскери ботқа дайындаған екен. Балапандар тек қана ойнап, ән айтып, билеп қана қоймай, әскери ботқадан да дәм татып келді. Әскери бөлім өте тиянақты дайындалған екен. Бірде-бір бала балмұздақсыз, шырынсыз қалып қалған жоқ. Бәріне бірдей жетті. Сондықтан да әскери бөлімнің басшысы Нұрлан Талғатұлы Айтжановқа және де осы іс-шараны ұйымдастырушылардың бәріне үлкен алғыс білдіреміз. Себебі біздің әр баламыздың қуанышы ол тек қана балаларымыздікі ғана емес, ол біздің де қуанышымыз. Ал енді сол күні ойнатылған ойындардың тізіміне келетін болсақ, батут, шахмат, шашки, теннис, қол күрес, арқан тартыс, акварельмен сурет салу, бормен жерге сурет салу, самокат, велосипед, пультпен көліктер. Ойнаған балалардың ішінен жеңімпаздарды анықтап, оларды марапаттап, сый-сияпаттарын берді. Және де ең қызығы ата-аналар үшін де, балалар үшін де ең есте қалар сәт ол қарумен танысу болды. Елдің алғысын алған адам елінің елеулісі болады демекші. Еліміздің елеулі де беделді азаматтары болыңыздар. Сіздерге осындай іс-шара өткізгендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Babasının salta sürün saqtаған, anasının әппақ сүтін ақтаған. Болам десе бала бетін қақпаған, қазақ болып туғаныма мақтанам. Ата бабам төгіп қасық қанын, қорғап бетке олап ұлпақ қамын. Қызғалдағы байтақ пен даланы бақыттым балдамын, сыйлап әгі танын. Бейбіт күндей нұрлы менің бала шағым. Айға жол ашамын, күнде жол ашамын. Бейбіт күндей жатқын менің бала шағым. Babasının salta sürün saqtаған, anasının әппақ сүтін ақтаған. Болам десе бала бетін қақпаған, қазақ болып туғаныма мақтанам. Ата бабам төгіп қасық қанын, қорғап бетке олап ұлпақ қамын. Қызғалдағы